Ой, бауырым, мен өліп қалсам мені жоқтатпайтын түрің бар емес. Бірақ қадым ақылым замандардан, бабалардан бізге мирас болып өткен ата мұра өнеріміз айтыстың, сіздер білесіздер, бір құдайдың өзі және осы халықтың қолдауымен ғана өмір сүріп жатқан өнер. Алматының бір шетіндегі Алатау деген сарайда адаспай тауып келіп, өнерімізге қолдау көрсетіп, жастардың қошеметін жасап жатқан сіздерге мыңда бір рахмет басымызбен. Салтанатты сарай Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбектің ұлттық өнердің үлкен жанашыры, соның біздің ұлттық өнерге жасаған сыйы. Ұлттық дәстүрлі өнер театр деп аталады. Мен басында өнер орталығы деп сөздедім. Аяғында солай өзгеріп театр деп. Театрға бәрібір осы жерде қазақтың әні шалқып, күйі аспандап, айтысы, жыры, термесі орындалып жатса деп армандап едік. Соған ақырын қадам басып жетіп келе жатырмыз. Соның бір сезімдегі эстрададан шығынды болдық па әбден. Мынау қазақтың тілін түсінетін, дәстүрін сыйлайтын, өнерін құрметтейтін шын қазақтар үшін осы өзіміздің ұлттық өнеріміз, түп тамырымызға ештеңе жетпейді. Мынау универсиада күндерінде де осы сарайда қызмет істейтін ақындар бар, жаңағы Байбектің өкімімен айлық алып жұмыс істеп жатқан азғантай болса да 5-6 ақын бар. Солар ұсыныс жасап осы универсиада күндерінде біздің ұлттық өнеріміз де осы жерде төле көрсетіп жатсын деген ұсыныс жасап, соны жүзеге асырып жатыр. Біздің ойымызша жақсы мағыналы айтыс болды. Әсіресе мына айтыс қартайып баратыр деген пікірлер бар. Мына қазақтың түкпір-түкпірінен келген қылқандай жастардың қандай тамаша өнері. Алуан жігіт бар, ойнақырай шабар, біреу көсіліп айтады, біреу кідіріп айтады. Жалпы алғанда біздің айтыс өнеріміздің өлмейтінін, ертеңгі мәңгілік елге қарай қазақ бар жерде қадам басатынын куәсі болып тұрмыз. Айналайындар, сендер мың жасаңдар, сендер аман болсаңдар, өнер жасай береді, халыққа қызмет істей береді деп ойлаймыз. Бүгін енді үлкен айтыс емес, студенттердің айтысы, бірақ соны ұйымдастыруға аз болса да қаржы бөліп қамқорлық жасаған Алматы қаласының әкімдігіне, мәдениет басқармасына рахмат. Шамал жүлделері бар. Студенттер көп көре болмайды, бірақ бұзылып кетеді. Шамасына қарай, шамал жүлделері бөліп келдік. Оның ішінде мына жаңағы айтыстың жанрлары баяғы 84 жылы алғаш суырып салма өнердің бар екенін дәлелдеу үшін осы айтыстың шағын формаларын пайдаланып едік. Жаңа көріп отырсыздар ғой, неше жыл 84 жылғы айтыстар оның берді 30 жыл болып кетті. Солардың өнерін жалғап, жастар жаңағы қайым айтыс дейсіз ба, сүре айтыс, түре айтыс, өтірік өлең айтыс, жұмбақ айтыс, бәрін әдемі қалпында тіпті жетілдіріп, жақсартып көрсетіп отыр. Баяғыда біз мәз болатын 84 жылғы айтыстар қазір айтыстардың қолына соғи алмай қалды. Оның ішінде бәрін саралап айтуға келмес, уақыттарыңызды алмайық. Мына жас ақындардың алдыңғы аға-апаларының үйленіп жүргені, қанаттарын жүргені, шеберлігін ұштап жатқаны, қиялдардың ұшқыр екені, олардың білмейтін бәле жердің астында. Соның бәрін өлеңге қосып, әсіресе мынау универсиаданың өзі әркім әртүрлі айтып жатыр ғой, не керегі бар еді, ана өт, мына өт дейді. Бұл Қазақстанның қалай болғанда мерейін өсіріп жатқан шара. Жер жүзі көстіріп жатқан әлем қарап отыр. Қазақтың атын естіп жатыр, Алматы деген қаласы бар екен, Қазақстан деген елі бар екен, амалсыздан мойындап жатыр ғой. Сондықтан бұл шараны біз ел болып, халық болып қолдауымыз керек. Сол біздің ақындардың қолдағаны осы. Спорт тақырыбында жақсы айтып жатыр. Біз көмірден, мұнайдан, егіннен, әлемнің алдына түсе алмаймыз. Қанша тыраштанғанмен, мақтанғанмен, абайдың ұғымымен айтсақ, бізді елдің, халықтың алдына шығаратын ұлттық өнеріміз осыны спорт. Спорт деген намыстың шаруасы. Бір қазақтың аты аталса бір жерде, қандай мерейіміз өсіп болады. Қуанып қаламыз, ел екенбіз, жұрт екенбіз ғой деп. Соны ақындар қандай көркем тілмен шырайлы жырға қосып жатыр. Қазақтың намысын қайрап жатыр, жастардың намысын қайрап жатыр. Соған қуандық, үлкен олжамыз осы деп тұрмыз. Енді ептеп жастардың арасында кішкене шеберлік еспей қалады, парасат пайым еспей қалады, қыз бала қатан әдеп етпей қалатындар болады.
аңғарып отырсыңдар, оның атын айтып түсінбей қояп, қазақтың қызына қашаннан әдеп тән болған, жігітіне де сол. Қанша айтысып отырмын дегенмен, қазақи әдеппен аспай сөйлеу керек айналайындар. Бұл біздің көргендігіміздің, тектілігіміздің, тәрбиелігіміздің белгісі. Әл болашақ алдағы айтыстардың бәрінде сендер жүресіңдер. Мен кәміл сенем. Осылардың ертең 2 жылда жұлдыз болып кететініне, жұлдыз болмаймыз деп телевизор жауып жатыр ғой бізге. Жаңа айтты, былтыр 10 айтыс өткіздік, жанымыз жалдап жүріп. Соның біреуі ғана Алматыда түскен Наурыз айтысы ғана үзіліп Қазақстан арнасынан көрсетілді, қалған 12 айтыс көрсетілмей қалды. Оның да амалын іздеп жатырмыз. Жақында Алтын домбыраның айтысында соңғы жекпе-жекке шыққан Болатбек пенен Мұхтардың айтысына еттеген күмән болды ғой. Бәйге дұрыс берілмеді, Болатбекке берілу керек еді. Болатбек алып кетсе Мұхтарға берілмеді деген шулар шығатын еді. Біз соның орнын толтырайық деп, сол екі ақынның жекпе-жегін өткізгім келді, дәл осы залда. Палуандар, боксерлар, қалай болғанда қара күштің өнері ғой. Бүк түсті, шық түсті деп чемпион болғандар $150,000 алып жатыр. Айтыс деген жаның жеп айтатын, рухы биік өнер ғой. Осының да жаңағы екеуі де өрен сұрапыл ақындар теңізі. Солардың екеуін шайқастырып, халықтың алдында айтысқа да жарнама болсын. Бұлардың да құмары қансын, халықтың да құмары қансын деп соған бәйге іздеп жатырмыз. Бұлар неге миллиондап пайдаланмау керек. Бағасын өшірді, өздерін кімнің жеңгенді емес мәселе. Қазақтың баласы екеуі де. Екеуі де сұмдық талантты ақындар. Бүгін біреуінің жолы болса, ертең біреуінің жолы болады. Сондай шаралардың алдында тұрмыз. Алдағы уақытта да жаңа Ринатқа да айтып тұрмыз, әйелдер осы сарайға сен өзінің жекпе-жегіңді өткізші, шығармашылық кешін жасап жатыр. Бақытжан Апаровтың екі ақындардың осы жерде жаңа қазақтың исі шығып тұрсын, рух көтерілсін деп жатырмыз ғой. Сол шараларға ұмытып кетпей, біздің жәрдемақы құлақтарыңызға келіп жүріңіздер. Сіздер келмесеңіздер не сәні бар оның? Осы ырзамыз дегендеріңізді. Ал енді мен қорқын сөзім болса, жаңағы Алматы қаласы әкімдігінің мәдениет басқармасының жүлделерін таратып беруі шығайып. Рахмет, аман болыңыз, өлмеңіз, қазаққа керексіз әлде. Ал олай болса, бүгінгі айтысқа қатысқан барлық 12 ақынға да жүлделер бар. Олай болса, алдымен айтысқа белсенділік танытып, қатысқан үшінгі жүлдесін тапсырамыз. Бұл жүлдеге ие болған Алматының ақыны Алтынбек Ибрагим. Дәл осындай жүлдеге ие болған Мөлдір Айтбай. Дәл осындай жүлдеге ие болған Нұрбек Құрманов. Осындай алғыс хатқа ие болған Ақниет Жұманыш. Дәл осындай жүлдеге ие болған Айтбек Тұрсынбаев. Дәл осындай алғыс хатқа ие болған Бибігүл Девалинова. Келесі үшінші орынның жүлдесін тапсырамыз. Бұл жүлдені тапсыру үшін айтыскер ақын Қалижан Білдешов пен Ринат Зайтов ағамыздарды шақырамыз. Үшінші орында осы екі ақын тапсырады. Бұл үшінші орын жүлдесіне ие болған шырайлы шымыр айтыс жасаған Жібек Шахмардан. Ал осындай үшінші орын жүлдеге ие болған Саягүл Бірлесбек қызы. Ал ақындар құтты болсын. Келесі айтыстың екінші жүлдесін тапсырады. Бұл жүлдені тапсыру үшін белгілі айтыскер ақын Серік Қалиев ағамыздарды шақырамыз. Ол жүлдеге ие болған Айтолған Жетебаев. Келесі жүлделі бірінші орынды тапсыру үшін Алатау дәстүрлі өнер театрының директоры Мақсат Маратбекұлын ортаға шақырамыз.
ие болған тамаша ақын қарындасымыз Аялым Жұмабекқызы. Ал ардақты ағайындар, бүгінгі айтысымыз өз мәресіне жетті. Өнер алды Қызыл тіл атты республикалық студенттер айтысында бас жүлдеге ие болған қазақта майын шығарып сүйем, қанын шығарып ұрам деген сөз бар. Мына біздің қоғамның өтірікпенен бетін аймандай қылды. Қандай керемет тамаша өтіріктер айтты. Жұмбақта бастарлар Қанат Мырзахан. Біз осы өнерімізді болды. Қанатта бастайтын көргеніміз. Қанат Мырзахан, кәрі студент. Ал Қанат айта бер, бір ауыз. Мен әлі өз-өзіме келмей тұрмын. Келмейді елге көңіл бермей тұрғым. Ермановтан жүлде алдым осы жолы. Әлі де шабытыма енбей тұрмын. Бағана өтірік айтыс жасап едім, бас жүлде алғаныма сенбей тұрмын. Ал рахмет құтты болсын. Ардақты ағайындар және қатысқан шынталандыру сыйлығымен бір ақ қалып қойыпты. Осы арада тамаша өнер көрсеткен Айдана Қайсарбекқызы.